Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында стейк жасайтын боламыз. Арнамды жоғалтып алмас үшін жазылып кетіңіз және видеоны соңына дейін қараңыз. Стейктің дәмді әрі жұмсақ болуы маринадына тікелей байланысты. Сол үшін маринадын жақсы істеген жөн. Біз маринад үшін өсімдік майын және де соя соусын, сондай-ақ әртүрлі дәмдеушілерді қолданатын боламыз. Ең алдымен күнбағыс майы, одан кейін соя соусын және де үккіштен өткізілген сарымсақ және де кепкен шөптерді қосатын боламыз. Орегано, базилик және кориандрды себеміз. Одан кейін жарты лимонның шырынын қосамыз. Ең соңынан тұз және бұрышты қосып, барлығын араластырамыз. Мен сондай-ақ бальзамикалық уксусты құйдым. Бұл ерекше дәм береді, бірақ қосуы міндетті емес. Енді етімізді осылай салфеткамен артық суынан арылтамыз. Одан кейін дайындаған маринадымызды еттің екі жағына, жанына жағып шығамыз. Одан кейін қалған маринадты ыдыстың ішіне осылай кішкене құйып, үстіне етімізді салып, қалған маринадымызды жағып, бетін жауып 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Екі сағат өткеннен кейін табамызға сары майды салып, ерітетін боламыз. Еріп табамыз қызғаннан кейін стейкті салып қуырамыз. Дәл осындай табаға қуыру міндетті емес, қарапайым табада да қуыра беруге болады. Сондай-ақ астын орташадан сәл жоғары етіп қосып қоямыз. 2-3 сағат өткеннен тоңазытқыштан аламыз. Ыдыстағы түскен маринадтарды осылай жағып жіберуге болады. Және бірден қызып тұрған табамызға салып қуыратын боламыз. Стейкқа жалпы жас малдың етін алған дұрыс, тез пісу үшін. Және де екі жағын 5 минуттан жалпы 10 минут қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан кейін противенге пергамент қағазын төсеп, қызып тұрған 200 градус пеште 10-15 минут тағы да ұстаймыз. Осылай қасына күріш, картошка сияқты гарнирлермен ұсынсаңыз болады. Осымен стейкіміз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Өте сочный болып шығады. Менімен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет. Осы рецепт сіздің игілігіңізге жарасын.